бар ғой неяқта. Елдер нақтылайықшы, басында деген Ринаттың айтқан сөздері, Нұрайдың айтқан сөздері, Мадинаның айтқан сөздері рас па? Жоқ, Мадина мен Нұрайдың айтқан сөздері рас емес. Жайдың айтқан сөзі рас. Ринаттікі рас. Иә, ол басында бірінші рет келген кезде үміткер болып, маған келген кезде ол сөз рас. Қазір енді білмеймін, енді қазіргі сезімді халық демей қой, енді қатысушылар өлтіріп салатыр да, қазіргі сезімді басқаша ой беріп жатыр да Несібелге. Енді ол үшін басынан бастап айту керек еді. Алғашында менің ойым осындай болып еді. Одан кейін өзгерді, Несібеліні мен шынына ұтып қалдым. Осылай деген сияқты Ринатқа құр ашуланбай, аузыңызға келгенді айтқаннан гөрі, жаңағыдай түсіндіріп ашып айту керек еді. Кешірім өтінемін Олысхан. Оған Несібелі де ренжіп отырған жоқ қой. Сізге бір бәлкім шынымен де араларыңыздағы сезімді сезінгеннен кейін де Несібелі сенімді отырған шығар. Бірақ сіз бұл жандарды өтірікші қылып шығармаңыз. Егер де аузыңыздан айтылған сөз болды ма, ол жалпы қай уақытта болса да айтылу керек еді. Баласыған? Несібелі? Баласыған осы жерде. Бастысы өзіме айтты ғой. Мен өзім білем оны. Баласыған осы жерде айта кетейінші, жаңа қатысушылар түсінбейді. Мен ол әңгіме айтылды, айтылмады деген әңгіме болып отыр ғой. Бірақ Нұрай шырылдап қаршадай қызды кінәлі қылып жатсың деп Бұжай айтып жатыр да. Бұжай, сен қыздарды сыйлайтын адам сен емессің ғой. Айданаға қалай атылдың мысалы өткенде? Сол кезде неге өзіңнің ойыңа самадың қызды сыйлау керек болдың бұза? Қатысушылар бүйтіп жатыр, қараңызшы Баласыған. Мына жерде негізі Нұрай шырылдап бастады ғой сол кезде. Білмеймін қасында кім болған, білмеймін деген кезде ешқайсың үндемедіңдер. Ешқайсың. Сол кезде мақұл сен болмаған жоқсың. Бұжай, сен неғып айтпайсың? Я, мен ол жерде болған жоқпын. Бірақ маған осындай әңгіме айтылды деп неге айтпайсың сен? Сол кезде шырылдап бір өзі қап кетті ғой осы жерде. Келеді да 3 күннен кейін елдарды сөйлей алмайтын адамды тауып алғанда бұлар 3 күннен кейін келіп айтып тұрсың да, неге сол кезде білген болсаң, неге сол кезде ішіңде сақтап қалдың? Неге сол кезде айтпадың онда осы әңгімені? Баласаға мәжелі мынандай ғой. Елдар жігіт қой енді. Өзінің аузынан шыққан сөзді біледі ғой қандай екен. Негізі өзі мойындап шығар, еще ол күнде уақытта болған жоқ. Еще бұлар ең соңғы шықты ғой. Сен уақыт қамасың, Бұжай. Қара, өткенде ғана мұңайып отқан Бұжай қайда? Өткенде бұл ортаға шыққан кезде ғана мұңаяды. Нажалыс әсейін отырады да, енді ол Жансаядан айырылды, Жансая кетті, болды уже, бұл бұрынғы жұмысына кірісті. Біреудің артын ашуды бастады болды бұл. Сен бұрынғы жұмысыңа кірістің. Сен сол кезде айтуың керек еді, ақыр жаның ашып баратса. Сен одан кейін қаршадай қыз кінәлі болып жатыр дейсің ғой. Факту міне айтты ма, екеуі шешіп алады. Неге сен сол кезде кірмедің? Мен естідім сол әңгіме. Елдар сен өйстіп айттың ғой, неге қызды өтірік шығып алдың деп. Неге сол кезде кірмедің? Мына жерде мен Жансаяны неге тығып отырсың, оны Жансаяны Елдарға не қатысы бар? Жансая мен Елдардың аралар жермен. Жоқ, онда мұңайып отыратын Бұжай емессің да уже. Ешқандай пікірге араласпай отыратын сен. Бір апта бойы ешқандай пікірге. Түгел отырайын ба не? Сен енді мұңайып жүргеннен ғой қаны? Өмір бойы түгел отыра берейін ба? Енді қара енді. Біреудің артын ашуға мастер да бұл. Сол уақытта неге айтпадың деген. Сол неге сол кезде айтпадың деп жатырмын. Сөз берген жоқсыздар. Ол күні эфир бітіп қалды ғой. Эфир жауып тастаңыз. Жоқ, тоқтаңыз, олай болған жоқ. Сіздер бұл кісілер соңғы болып шыққан жоқ. Соңғы болып шыққан басқа жұп. Оның алдында болған кезде мен бір сіздерден сұрадым. Қайсыңыздан микрофонда әдейі айттым. Нақты сол жерде болған адамдар айтыңыздар деп, сіздерден болған жоқ. Бірақ мен түсіндім, сіздің қазір айтып отырғаныңыз дәл сол ситуацияда біз болған жоқпыз деп тұрсыз ғой. Мен ол жерде мен болған жоқпын, менің ситуациям емес қой. Нұржанның айтып отырғаны жалпы елдердің көзқарасын айту керек еді. Жоқ, былай айту керек еді Баласыған. Бар еді, Нұрай шындықты айтып отыр. Баласыған былай айту керек еді онда. Я, ондай әңгіме білмеймін, ол ситуацияда болған жоқпын. Бірақ Елдар, сен маған дәл сондай әңгімені айттың ғой сыртта жүргенде деп, солай жеткізуің керек еді сен. Үндемей отырып қалдың да сен сол кезде. Знаешь, қазір ойдан шығарып отыр деп ойлаймын. Айтылатын дүние айтылды, айтылмағаны қалды, Әлішер. Иә, жоқ, негізі сол ғой Баласыған, мен осы уақытқа дейін 1 жыл өтті ғой, түсінбейтін қатысушылардың қанша рет ортаға шықты да, бірақ бір моментті күте ма, осылар айтатын бір моментті күте ме, соны түсінбеймін да. Әйтеуір бір моментті айтып қалады. Мысалы, мен айтатын болсам, Несібелі екінші рет келді Елдарға, иә. Базар жоқ, мен өзім ойлап тұрмын негізі. Елдар бірінші келген кезде енді болған шығар, енді 3 баласы болғаннан кейін по-любомындай болады да. Сәл қорқыныш сезім болған шығар, сөйтіп айтып қойған шығар деген сияқты. Бірақ екіншісіне осы уақытқа дейін Елдарға қанша үміткер келді, мысалы, бәрі көрдік, иә. Бірақ біреуіне осына Несібеліге көрсеткен нәрсені көрсетпеген. Мысалы, қанша жас қыздар келді деп айтайықшы былайынан келген кезде. Бірақ көріп жатырға андай кәдімгі встречаға апарып жатыр, гүлін беріп жатыр, махаббатын көрсетіп жатыр, балалармен бірге қыдырып жатыр. Сондай заботаның бәрін көрсеткенің өзі
соны келеді да хайп сенікі дейді да. Қалай мен ол нәрсені мен вообще түсіне алмаймын. Балауса ханым, енді айтып жатыр ғой, енді несібеліге ғана осындай нәрселерді күшті көрсетті деп. Может быть, несібеліге дейінгі келген үміткерлер кезінде елдардың әлі спонсоры жоқ болған шығар, сондықтан қазір несібелінің несібесіне елдардың спонсоры пайда болып, солай көрсетіп жатыр ма деп ойлаймын да, жалпы. Бірақ бұл жерде мынандай нәрсе ғой, Әлішер, сендер айтып жатсыңдар да, сендер Ринатты как будто сен неге айттың, бұрыннан бері неге айтпадың деп кінәлап жатсыңдар да. Бұл адам кешегі айтылып жатқан әңгіме, ол өсек, басқа өсек. Бұл айтылып жатқан әңгіме, бұл басқа әңгіме. Бірақ негізі былай логиканы қосып, бейтіп қарайтын болсақ егерде, кім айтып отыр, Несібел айтып отыр, мен редакторларға айттым, елдарға айтпаңыздаршы деп айттым дейді. Елдардың да өзі айтып отыр. В принципе, елдар бұл кісінің келетінін білген, сендер неге шымылдық ашылған кезде біз бір-бірімізді танимыз деген бір ауыз сөзді айтпайсыңдар. Содан ақ белгілі ғой, мен өзім ондай сөз естіген жоқпын. Егерде сіздер білдіңіздер да, что ол сөз айтылса, елдар шақырып алды деген вариант туы мүмкін деген сияқты. Негізі Балауса ханым үміткер болып келген кезде, мен Несібелі, мен сен танимын ғой, сен подругаларыңмен танимын ғой, неғып жүрсің деген әңгіме болғанда, бұлайынан болмас бет. Сендер басынан бастап бір-біріңді өмірлеріңде көрмеген, сөйлеспеген адам сияқты не жасадыңдар да, содан кейін барлық қатысушыда әрине сіздер өтірік істеп отыр деген күмән іштей туады деп ойлаймын. Ал құрбылар деп жаңа айтып қалды ғой. Қазір Сіздер білетін, Ринат, сіз айттыңыз ғой, құрбы Айгерім дедіңіз ба, бір қыздың есімін айттыңыз. Иә. Ал ол сіз Несібел келген кезде сонда бірден таныдыңыз ба? Жоқ, Балауса ханым. Жоқ, бірінші келгенде. Болған жоқ мен ол. Эфирде айттым ғой, мен эфирде болған жоқ. Балауса ханым. Эфирде болған жоқпыз. Мен содан елдар айтқаннан кейін барып, үй жақтан барып қарадым. Содан кейін барып білдім. Елдар яғни біліп тұр. Біледі ғой Балауса ханым. Жоқ, Балауса ханым, сен қай кезегін айтыпсың караоке деп? Соны айтшы. Қай караоке өзің білесің ғой нақты. Нақты айтса қай кезең? Нау деп. Қаскелең. Қаскеленде бұл қыз болды деп атсың ба? Қаскеленде кім болды? Подругаларын. Сен енді дұрыстап жеткіз, сен енді конкретно жігітсің ба, дұрыстап жеткіз мына жерде. Бұл қыз болмады, бұл қыз болмады, мен бұл қыз танымаймын кейін. Мен саған айтып тұрмын. Сен басқаша, Балауса ханым басқаша түсініп жатыр, бұл қыз болмады ол кезде. Жоқ, ол жерде болды деп тұрған жоқпын. Подругалар болды Балауса ханым. Подругаларым емес, Айгерім менің құрбылары сол танысым. кезде болған деп. Құрбылары болған, Балауса ханым, бұл қыз болмаған. Мен бұл қыз бірінші рет келді маған келген кезде, Енді танысқан сіз кезде. қайдан білдіңіз оны? Мен білген жоқпын мен бұл құрбылар екенін. Мен о бірінші келгеннен кейін екінші танысып тоқтаған кезде білдім мен сол кезде. Соны айтып тұрмын ғой, сіз қайдан білдіңіз деймін соны. Нені қайдан білдің дейді? Қайдан білгенде біз екінші неге келгеннен кейін біз кешке бір жаққа кездесуге баратын болдық. Подружкамды алып кеттім қасыма. Таныстырдым, ол қыздың өзі прям реально көре алады біздің қалай бір-бірімізге деген отношениені. Білмеймін, мына кісі не айтып отқан, дым түсініп отқан жоқ. Мен вообще түсініп тұрған жоқ. Балсаған? Аяғы жоқ, басы жоқ. Жарнама кезінде неге сондай шырпыр болып біздің бүжайға атылып, еркек емессің ба деп неге олай айттыңыз? Айтпай ақ қойын деп едім, осы әңгімені қозғамай ақ қойын. Просто енді қозғалатыр екенсің, онда енді халықтың алдында отқаннан кейін бір сұрағым келген, және де Элдарға келетін болса, Ақеркенің сөзіне қосылғым келіп отыр. Осыдан бір апта бұрын ба маған Элдар звондаған. Қасымда сен бар енді. Мен ағам фитнес-клуб ашқан, реклама қанша аласың деп айтамын. Осындай сумма. Жаңағы не цепочка шығып жатыр ғой деп жатқаным ғой. И жаңағы сұрақты қойғым келіп отыр. Неге сіз қатты ашуландыңыз сол жақтан? Жаңағы еркек емессің бе, не деп отырсың деп. Просто еркектің ісін істемедім. Жалпы танисыздар ғой, бір жерде кездескеніңіз болыпсыздар ғой да? Кіммен? Ринатпен. Жоқ, мен емес, Бүжайға бір атылып жаңағы бір жарнама. Мен Бүжайға емес, именно Ринат мырза, сізге мен солай айттым. Жақсы, Несібелі, қазбаламай. Отырсыңыздың өзі қыз сияқты ғой қазіргі. Не үшін? Қоя қойшы болды. Қатын болмас болды. Әділет жігіттер қыздар. Несібелі керек емес. Несібелі, Елдар. Қатын болмашы болды. Балсаған? Жеткілікті олай ер азаматқа айтудың қажеті жоқ. Енді әйел азаматқа қалай айтып отыр? Мен сұрақ қойдым, мен сұраққа жауап. Бұл кісі нақты сұрап отыр ғой сізден. Нақты сізден сұрап отыр. Мен оны сұраған, қалап отырған жоқпын ар жағын. Не керегі бар, қаншама рет қазбалап жатсыздар. Мен ойлаймын, екеуіңіз бірінші білесіздер ғой өз араларыңыздағы мәселені. Иә, білеміз Балауса. Шық өзің. Балаусаған. Елдар, қарым-қатынас қажет па сізге? Таныстық жалғаса ма? Иә, таныстық жалғаса. Ешкім сөзі қызықтырмайды бізді. Балаусаған. Жақсы. Ештеңе қызықтырмайды. Уақыт көрсетеді біздің отношениемізде. Именно мына бізге осындай пікір айтып отқан қатысушылардың пікірі біз үшін қызықтырмайды Балаусахан. Демек, келісіп алды деген сөзге сәл сенуге болатындай болып тұр ма сонда? Мен сенемін.
жоқ балауса ханым шыққанда анда эфирден кейін жылап енді мынау шын ба деп маған айтқаны болғаннан кейін мен айттым шын емес бұл жоқ қыз өзім қараңыздаршы, егер де қыз баласы ретінде мен мысалы келтірейін былай, бір ер азаматпен жаңағы таныстық басталып жатыр, енді басталып келе жатыр, бірақ ол ер азаматтың айтып жүрген сырттағы әңгімелерін бірнеше қатысушылар жабылып айтып отырған кезде мен оны әрі қарай сұрап, бір шындығын білгім келіп, кім не айтады екен деп тыңдап, сен мен туралы осындай айтып жүрсің ба деген сияқты ой қалай келмейді? Ондай ой келмегенде сол күні мен жылап қалдым эфирден кейін. Елдар күтеді. Жоқ, тіпті қазір. Тіпті қазір. Нені қазір? Қазір сізге ой келмей ме, қаншалық әңгімелер айтылып жатыр? Потому что уже қараңыз, сол кезде именно неге алдыңғы эфирде Нұрай айтқан кезде қасымда міне мынау болды мысалы да, неге айтпады, үнде алмады, айта алмады, и потом бүгін келді да, мына кісі аяқ астынан алдыңғы эфирде болмаса да уже әңгімеге кірісіп кетіп жатыр да, атыңызды білмеймін. Ойласып алдыма, Мадина да? Ойласып алдыма, мен білмеймін ғой мысалы. Доказать етсін, алдыма видеоны көрсетсін, доказательство болсын, болды. Енді қараңызшы, егер де қыз баласы өзі күдіктеніп, әрі қарай әңгіме айтылып жатыр екен, оны іздеп, сұрап көрмесе, әрі қарай қызықпаса, бұл қарым-қатынасқа, тіпті бұл ер азаматқа деген шынайы сезімі бар ма екен, жоқ па екен? Неге оны қызықтырмайды? Бір қызғаныш тумай ма? Бір күдіктеген болмай ма? Және де менің ойым сіздерді айыру емес. Мені қызықтырып отырғаны, егер елдер расымен де алдап жүрген болса, қатысушылардың айтып отырғаны рас болса, мен сіздің сезіміңізді ойлап отырмын. Бұл жерде тіпті жаңа 3 бала деп айтып жатыр, бірақ одан бұрын мен сіздің сезіміңізді сезім әлі ойда ойбай деп жатқан жоқ, біз таныстықтамыз. Наоборот, бізге жақсы тілек тілеудің орнына айтып отқан әңгімелері осы, білмеймін енді мен. Жақсы. Ертеңгі күні біз таныстықты тоқтатып қалған мысалда, Құдай сақтасын, таныстықты тоқтатып қалғанның өзінде біз уже қорқамыз. Мама, мынау айттым ғой, явно хайп деп та уже әңгімелерінің өзі. Наоборот, тілекші болыңыздар ше, чол, білмеймін. Несібелі, Елдарға сенесіз? Жақсы, таныстық. Ой, таныстық қой сіздер. Жалғасады. Жақсы, Несібелі, келгеніңізге рахмет. Шығарып салайық. Елдар, жайғасыңыз. Ештеңеге қарамастан дейсіз ғой. Білмеймін. Мүмкін бұл да бір махаббат шығар. Құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнама. Жарнамадан кейін ерекше үмітке